Ал қалай, Нифонт Иванович? Бұл мола басқалардан бөлегірек болып шықты, Ибрагим Құнанбаевич. Міне, көріңіздер мінекей. Оқтың ұшы тастан жасалған екен. Тым ертедегі нәрсе. Тас дәуіріндегі болуға керек. Ал бірақ, жылқының бас сүйегі, күмістелген жүген, және алтын. Әрине бұл бертіндегі мәдениет. Бұл қонысқа қазақ аз таласпаған болу керек. Ертедегі иемденген жабайы халықтармен деймін. Біз де солай деп едік қой, Ибрагим Құнанбаевич. Дұрыс, бұл қазақ. Баяғыда 3 қатын болыпты ғой. 3-і де перзент күтеді екен. Соның бірі толғатқанда жер тырнапты. Оның нәсілі Қытай екен. Жері де көп, елі де көп. Енді бірі толғатқанда ағашты құшақтапты дейді. Оның нәсілі орыс екен. Тоғайы да көп, елі де көп. Енді бірі толғатқанда аттың жалын құшыпты. Оның нәсілі қазақ екен. Елі де көп, малы да көп. Естімеген елде көп деген осы. Мен өлікке қарап отырып күле алмаймын. Хак Сүлеймен тауып айтқан, тағдыр қатал, әмір зор. Жетер сағат, жетер құдірет, алдың тосар ажал сор. Бұл сарайда адамзат, ұзақ жолда күні қор. Күндер айдап, жылдар жетет,
қасірет түбі қайғы тор. Неткен зар. Сен Омар Хайямның не дегенін білемісің? Басты көріп отырып, бар жаһанның ардақтысы ақылы біз, фани дүние ең бір сұлу нәсілі біз. Бар ғалами жүзік болса дөңгелек, сол жүзіктің анық гауһар асылы біз дегені қайда? Рас емес пе, Нифонт Иванович? Дұрыс айтасыз, абай Құнанбаевич. Жастық жоқта өнер жоқ. Мә, Көкбай, өлеңіңді азырақ түзеген болдым. Ал Айдар қайда? Хайдар дейсіз бе? Иә. Ол басқа ауылда еді. Сол ауыл соның жақыны болып шықсы егеді. Сіз бізге еш нәрсе оқып бермейсіз бе? Жарайды. Жаңа өлең бе? Иә, аты жазғы тұры. Жазғы тұрым қалмайды қыстың сызы, масатыдай құлпырар жердің жүзі. Жан жануар адамзат анталаса, атанадай елжірер күннің көзі. Жаздың көркі енеді жылғысымен, жайраңдасып жас күлер құрбысымен. Тарт жөнел! Абай аулы жақын соған тарт! Сен өлтірсе маған тіршіліктен не пайда жаным? Takkel! Ayla attın kuyruğuna! Tutamdır! Hey, kaç kut tutamdır! Aylanlar attın kuyruğuna! Atar bağından attadın ba, karalı katın emez, kara жылан bedin. Не десең де мейлің қаралы жылын күткем, сенің маған қояр күнәң жоқ. Arsız, егер әні өлсе келім мұра, әменгерің менмін. Ата жолын аттап көр, арсыз атадан азған. Менің қолымнан ертеңнің аулынан қатын тартып алмақ қой. Қаның қарайса, мұна мен өлтір. Айдардың айыбы жоқ. Ереке, тоқта Ереке, қолда көз жоқ жолдан таясын ба? Сөйлеме Шәріп, мұның барлығы сор, жеткізгенің мынау ғой. Туысқаның кім сендердің? Елі жоқ, тегі жоқ, ауылдың шетіндегі қоңсы ма? Қайдан шықты бұл? Тоқтаңдар, тоқтаңдар! Неге келдің? Не тілейсің тағы да? Әділет тілеймін, әділет. Айдар маған баладан да, бауырдан да қымбат біле білсеңдер. Не дейсің сен осындай азғын аз ба? Асыл тастың түймедейі, түйедей тастан абзал. Жоқтаушысы мен. Абай аға, Асыл аға. Неткен сұмдық, қайдасың құдай? Ара түскен айыпкер үшін жауапкер. Оны ұмытқан жоқсың ғой сен. Білемін жолды.
Мал басыңмен жауапсың ғой. Басым менде, малым менде жауапкермін. Такажан, жауапкер. Ажар өмірін сен сақтайсың ерден. Айдарды би үкімі болған күні менің қолымдан аласыңдар. Ал қазір босатыңдар. Айдар! Ажар! Қуанышым менің, кеше көр, Ажар, кеше көр. Кеше көр мені. Айдар! Ажар! Айдар! Ажар! Мәз ғой, бұғалықтан құтқардым дейді ғой. Мен сол бұғалықты дәл өзіне арнадым. Дұшпанның да азулысын тауып бердің ау бүгін абайға. Абай аға, махаббатқа шарам қайсы. Әкем болып жазала мені. Сен әкең болып жазаласам, менен неге жасырдың? Билікке дейін үйден ешқайда шықпайсың, сенің жазаң сол болсын. Білем, саған оңай емес. Бірақ адам сүйген үшін нендей күйікке шыдамайды дейсің. Тірлігін сақтағың келсе, аулақ бол Айдардан. Я сөйт, еліңді тап. Мына менің өзіме келші. Айыбыңды бетіңе салық етпесіме шәріп куә болсын. Абайдың мен де досымын. Қарындасым Мәриям оның баласы Әбіштің қалыңдық емес пе? Ажар, арамызға ор қазып отырған жоқсың мұнасың мен. Ажар! Сабыр ет, Нарымбет. Адам ғой Ажар. Тамыры жоқ қара тас болса бір сәрі. Мағыш! Мағыш! Неге келдің біздің ауылға? Айтшы, кім керек саған? Мінекей, Бұл не? Әбіштің суреті. Нарымбет ағам жыртып таста деп еді. Менің көңілім қалай барсын? Мұны енді Абай ағама бер. Нарымбет мені өлсем де Абайдың баласына бермеймін. Біз енді олармен қандасқан жаумыз дейді. Енді не істейміз, Мағыш? Мен Әбіштен әсті безбеймін. Петербордан енді бір жыл келмесе қайтесің, Мағыш? Мейлі, бір жыл тосам. 2 жыл келмесе ше? Бәрібір тосам. Нарымбет сені біздің ауылға ешқашан бермейді деп жаңа ғана өзің айттың ғой. Ендеше ажар құсап мен де қашамда кетем. Мағыш! Мағыш! Абай аға. Тұра тұр. Ал, сөйлеші. Көңіл күпті маза кетті ғой Абай аға. Сабыр. Шошытпа. Жауар бұлттай түнерген нес.
Домбыраны бере берші. Жауыздық өрттей лаулап тұр. Сабыр, сабыр. Оның даналарды тыңдашы. Сенің жоныңды жауға түседі ғой ана есуас. Бақыт көксебін үріздеу есуастық болып па? От болып өртейтін бақыт болу шмет. Өлеңге өлшеу сезімге шек бар емес бет. Олай емес Шәріп. Адамдағы шексіз сезім. Өлшеулі өлеңге сүйсін десейш. Сондай өлеңнің ғана үні өзгеше болмақ. Айдар құлағы сол күйді шалып жүрсе қайтесің Шәріп? Жол жора қаталақ болсын, надан болсын, бірақ ел үшін парыз ғой. Қарсымызға қалық шығама деп қорқам. Содан шошима баяға. Сен шошыма Шәріп. Халық шындыққа қарсы баспайды. Соқса соқсын да ол. Бәрінен де бақса бүксу жаман. Достым түбін. Ерден Айдар руын бар бұрсақты сақыраға сыйғызбай, өзі тоздырып, бездіріп болып, енді олардың аш жалаңаштығын қорлайды. Бар жерін өз тартып алып, енді олардың ел мекені жоқтығын айып етеді. Қорқсаң осыдан қорқсаңшы. Енді оны өлтіргісі келеді. Бар жазығы жалындай сүйген махаббаты ғана. Мен билікте бар жұртқа осыны айтам. Тәпті өзім де жазарып қалғандаймын. Бүгін түнде бір өлең жаздым Шәріп. Тыңдаш. Екасы құмарлы, бір жолдан қайталмай, жолықса ол зарлы, сөз жөндеп айта алмай. Екі ғашық құмарлы, бір жолдан қайта алмай, жолықса ол зарлы, сөз жөндеп айта алмай. Бұл не? Айдарға арналған ғой. Иә. Ал Айдар қалай Шәріп? Білмейм. Осы сен неге түйілі бересің? Қайтейін деп ең? Айдарды сен қашан жек көрушең? Кәне жүр. Айдар жаққа барайық. Олар істің басына, досы келер қасына, ән туатын сәтіне ақын келер асыға. Я, лайым солай болсын де. Көрмегелі көп болды Зейнепжан. Мұнда не болғанын білдің бекен? Дүние деген дария жарқырап ағып жататта. Көкшетауда асқағанын ақан шырқайды. Арқада бір жан сайрайды, емірені белі тыңдайды, саған ән сәлемі болсын деп, әдейі домбырасын жіберді абай. Әкелген сүйіңді асыл тұттым Зейнеп. Әдем әнің мен көңілімізді бір көтеріш. Ай, қорқамау ән тыңдайтын мұршаң болсы еді. Ойларың басқа да көрінеді ғой. Зейнеп апа. Не дейсің Зейнепке? Ертеңгі билік дегендерің не? Бұл не өзі? Айдар қайда? Ол үйден шықпайтын болған. Өлмейді мұң. Мұны өлтірсең асыл арман. Жақ жарамайды.
Нағып шатып жүрсің? Әлде жыны ектеп жүрме? Зейнеп апа! Әлде күнәңді мойындап тәубе етіп жүрмісің? Тәубе емес апа, жазып отырмын. Құлақ сал, тыңда. Тыңда. Жас мұңын, бар дүние тұрды мұңдап, сөйлеп жел күрсініп, шуыл қағып, тербейді шөптер басын шыншыл шындап, қабан би қатал билік айт берген, бергенге ат сыйға бір теріс тыңдап. Сұр жебе қозы жаурын, ұшты зырлап жеткен соң, өмір отын әкет тұрлап. Қош жарым, дерлік сөзге әлің жетпей, сен кеттің қансыз ерін құр қыбырлап. Құлады құшқан бойда кебек жарын, соңғы сөз, ынтық сөзі шықты жалын өлмейді. Мың өлтірсең асыл арман, тек қана лағнат айтып мен жазамын. Басыңа бұл түйірілеме дейім, абай. Саған ақыл айта келдім. Айтыңыз, ақсақал. Құнанбайдың баласы Кеңгірбайдың ұрпағы. Қайда бара жатқаныңды аңғарамысың? Ара түспе Айдарға. Мен ар мен адамшылық қарызына ғана бағынамын, ақсақал. Ата жолы, ел жолы қайтып қарсы тұрмақпыз. Кім едік соншама? Адамбыз. Адам нәсілі жолды өзі тудырып, өзі жаңғырта бермек. Адамзаттың хайуаннан өзге сыры да сол. Солай демеп пе дуалы бабаң Кеңгірбай? Жолы жол нәсіліме қарыз демеп пе? Кеңгірбай жолы деп біреудің бағын байлаймыз. Кеңгірбай жолы деп біреудің жанын жәбірлейміз. Тағы да осы не қалды? Не қалды, ақсақал? Кеңгірбай жолы деп жоймаған. Айтыңызшы, не қалды? Билік байлау тоқтатпаса тоқтар түрін көрінбейді. Жетер. Даугеріңді айт ендеше. Даугер менің өзім болам. Жоқ, сен даугер бола алмайсың. Бас кеспек болса да, тіл кеспек бар мед. Жауапкермін дегенің ғаны. Қайтып даугер боласың сонда. Мынау сіздің кітаптарыңыз, Нифонт Иванович. Дарвин, Дреппер, географиялық вестник. Ал мынау Чернышевскийдің қолжазбасы. Сіз менімен қоштасқалы тұрсыз ба? Жоқ. Көзге дейін менен құтыла алмайсыз. Асықпаңыз, асықпаңыз, Ибрагим Құнанбаевич. Қауіп болмаса да сақтық болсын, Нифонт Иванович. Бір-екі өтініш айтайын. Өтінішім, осы бір қағаздарға ие болсаңыз, мынау бір географиялық қоғамға жазғандарым еді. Қазақтың қайдан шыққаны туралы біраз сөз. Мынау Пушкин, Лермонтов, Крыловтан аударған өлеңдер. Потанинге не достарыңызға көрсетерсіз? Өзіңіз менімен қоштасқалы келгесіз бе, Ибрагим Құнанбаевич?
Шамасы ертеңгі болатын сот. Нидерланд деген жұртта, Лейден деген шәһәрдә сот болыпты. Оның аты инквизицион. Шынында инквизиция. Сонда енді бұл инквизиция сізге тойтарыс болар деймісіз? Иә, бұған таңданатын түгілі жоқ. Пушкин дуэльде өлді. Лермонтов олды. Чернышевскийдің өмірі өксумен өтті. Шевченко айдауда болды. Осы бізге жақын жерде болды. Шынында да сіздің қауымыңыз осал емес, Ибрагим Құнанбаев. Сіздің мұныңыз не, Нифонт Иванович? Әлде инквизиция деген бірдеңе бар екен деп тоғыз құмалақ ойнамайсыз ба? Келіңіз. Сіз дәргер болыңыз, Нифонт Иванович. Ал сезімді ақынға қалдырыңыз. Қайтесіз? Осы бес саусақ қазір неге бірдей емес? Кім біледі? О баста бәрі де тең екен. Бас бармақ тұрып, өлтірілдіпті. Алла басын шауып түсіріпті. Соққол сонда өлтірсек те болады, өлтірмесек те болады. Алла оны да қысқартқан екен. Бәрінен ақ ниетті ортан қол екен. Сол қарсы болып ешкімді өлтірмейік. Тіршілікке тиюге болмайды, онымыз қиянат депті. Алла сондаған тимепті. Шылдыр шүмек балдырлап өлтірсек те, тірі қойсақ та, Алланың қандай алмағы бар депті. Алла тағалам оны да кемітіпті. Ал шынашақ өрі түрегеліп шіңкілдеп, таса жерге апарып, өлтірейік те мүлкін бөліп алайық депті. Алла оған кейіп бойын шолтыйта қысқартып, қортыйтып қойыпты. Абай-ау, сол айтқандай ғой. Егер сен сол тобырдан биік тұрып, ойлы да, және озық болсаң неден қысыласың? Тоқтап әке, мынау бір жақсы сөз екен, жазып алайын. Кейін жазыңыз, Нифонт Иванович. Кейін жазарсыз. Қане көшіңіз. Иә, өте жақсы сөз екен. Ал сіз мынаған не айтасыз, бәке? Міне мына бармаққа қараңыздар. Басқалардан қысқа, жуан. Әйтсе де, ол болмаса ештеңені істей алмайсыз. Солай, рас. Бұл болмаса бірдеңені ұстауға да, істеуге де ыңғайсыз. Ал барлық бармақты жұмдағы, тағы да мынаумен былай қыссақ, жұдырық болып шығады. Иә. Ал жұдырықпен ұруға да болады. Халық біріксе, күш сонда. Тек қосылған бармақтардың бастары жан жаққа бытырап, быт-шыт болып тарамасын деңіз. Ал ертең сотта барлық жұрт сөзіңізді естиді. Бәрі естір. Алыс естілер, Ибрагим Құнанбаевич. Барлық ел байтақ жатқан мехнатты Ресей естиді. Сеніңіз бұған. Бірақ мен ертең билікте сөйлемейтін болдым ғой. Ата салты бойынша жауапкер даугер бола алмайды. Ах, солай деңіз. Бейдікте абай сөйлемейді деген сыбыс бар. Ол бос сөз. Жоқ, жауапкер би бола алмайды. Осы сен өзің шықпасаң еді.
Сенің атың абай атымен бірге аталады ғой. Мен абайға қарсы шықпаймын. Осы бүгінде абай халыққа қарсы шыққанда да біргемісің? Ел ағасы қашанда жауы. Бүгінде сіздің ауылда Долгополов жүр. Его превосходительство господин губернатор ол жігітті ойын деп отырған жоқ. Бүгін абай Айдарды қорғап, кәпірді іш тартса, ертең сонда биді құл, бабаны бала билемек бе? Қайда қаңғытып барады елді? Мен сенің әкеңді білуші едім ғой, Шәріп. Оның қасиет таты әлі күн келген мәлім. Жолын еді саған абай жолы. Сен әлі де сол атаның адал ұлысың. Сенің көкірегіңде не сайрап тұрғанын мен білем ғой. Мен ешқашанда абайға қарсы шықпаймын. Сен қарсы шығып не қыласың? Қатар бас, тек ізім баспа. Әлі күнге дейін қанатын қатайып топшың беріп бөппеді. Абай емес, ата жолымен ел көшін бастайтын сен қарасың. Кең толғанда жауап бермей-ақ қой. Билікке бәріміз барамыз. Қош бол, жаным, қош бол, Мағышым. Енді көрсеміз бе жоқ па, қош. Біз артыңнан жетеміз, Ажар. Екеу жылысса, өз пәлесі. Көп жылысса, ел пәлесі. Заман азды деймісің? Жоқ, заман азған жоқ. Заң тозды деймісің? Жоқ, тозған жоқ. Баланың аты бала, бөрінің күшік емес. Қатынның аты қатын, қаншық емес. Ел азды деймісің? Жоқ, ел азған жоқ. Атам қазақ, ұруым тобықты. Бірақ бүгін қолымдағы жесірімді алған, ертең қойнымдағы қатынымды алмақ. Бүгін қабырымды қозғаған, ертең бабамның моласын өртейді. Ендеше, елім ел болсын. Байлап бердім сол үшін. Кезек сіздікі. Бастаңыз. Мүмкін ол ұябызды дерсіңдер. Рас шығар. Мүмкін ол заңнан аттады дерсіңдер. Таласым жоқ. Бірақ кімет солай еткен? Айдар ғой. Бірақ Айдар, ел Айдар емес бет. Ақын Айдар деп, абай өз атамақ бет. Ол ақын жалын емес бе? Айдарда асықтық, аптықтық женген. Асықтық, аптықтық, албырттық емес бе?
жазаға қайтып қиярсың Айдарды. Мұнда ғашықтық емес, жолдан шыққан бұзықтық. Айдар ел арасына қастық жасаған, заңнан аттаған. Айдар сол, не жарылқайды? Жоқ, біз сол үшін таласамыз. Дау тобықтының намысы жөнінде бұтаға қорғалаған торғай да аман қалмаушы ма еді. Қуғын сүргінде жүргенде пана болған соған кім еді? Абай еді. Айдардың Абайдан пана тілегені, сізден де, менен де, тіпті тұтас тобықтыдан тілеген емес пе еді. Сіз Айдарды ғана өлтіресіз бе? Жоқ, онымен бірге тобықтының да елдік сағын сындырып, арын, абыройын төгесіз. Жоқ, ел намысын жоқтайтын сен емессің. Ата-бабаң жолы жоқтайды. Жол нұсқаған асылдың асылы ел серкесі. Кеңгірбайда. Кеңгірбайда. Еңлік пен Кебек бүгінгідей ел білдіргенде не қылып еді ғаділетті Қабекең? Өз қолымен өлтіртіп, өлексесін ит жемі қылған. Солай шешкен елім жұртым тобықты. Айдар ақын, Айдар ел бұлбұлы деймісің? Жоқ! Айдарың сенің жұрттан шыққан көкбөрі бөрілердей ұлып та көрді. Сол бәлесіне үн қосқан кім? Ол Абай! Сен Абай жөнінде не білушең? Тоқтат, Шәріп! Шіріп түскен кәременің бұтағысың. Сен би емес, сен де Айдардай бүліксің. Сен де ел ортасына әлегетін тастаған, ана отырған Абайдай айыпкерсің. Бар айып сенен, Абайдан. Қарғыс атқан қуырпақтан. Осыңдар şimdi айтсаңдаршы, қашан Езегенді сіздікі. Әрбауғы деп өдесіңші. Сөйлеңіз. Күтіп отырмын, сөйлеңіз. Шәріп, сөйлесіңші. Әлде ойланып отыр ма екен? Сен не білесің? Осыдан 3 қайырғанша үндемесе, Ерденнің жеңген емес пе? Сөйлеңіз. Өлтіреді аналарды бәке. Бағашылмаған Айдар-ай. Ау, қария! Бір тойда 2 жар бола ма? О не демексің? Бір жүгіністе 2 бірдей дау бола ма дейім? Жоқ, болған емес. Ендеше мұнан айтыңызшы, даугер өзіне тең қарсы биді. Қай заманда қаралап сөйлейтін еді? Осы да жол мекен? Жоқ. Ендеше менің сөйлер кезегімді беріңіз. Söylemiz tündayım Zaba'ya. Söylemiz. Çok söylemeyin. Kerem yok. Sen cevapkersің, саған тиер сөз жоқ. Yerden sen Şəripті de cevapkar etmedin be. Sonda bizden kim söylemek? Jönünü aytınız aksakal. Abaydıkı jön. Söyle abay. Men осы бийліктегі жалғаншы би жайлы айтам. Ерден. Sen мынау елге Кеңгірбай жолынан тайма дедің. Я. Сол аяқ болсын. Сенің осы отырған елге шай құмарлығың шетінен мәлім. Ал сол шайды Сайтанасы деген Кеңгірбай болатын. Ішкен адамға 20 қамшы дүре соқтырған. Ал сен болсаң, шілдеде шалқып отырып 10 самауырынды бірден сап қыласың.
Ендеше сенің осы күнәң үшін саған қанша қамшы дүре соқтыруға болады, а? Ерден сендерге еңлік пен кебек жайлайды, тағы да жалған айтты. Еңлік пен кебекті өлтірген қатал билер емес, халықтың өзі қатал кескен деді ерден сендерге. Бірақ қарт қариялардан сұраңдаршы, сол ел 2 жасқа көз жастарын қалай төккен екен, Кеңгірбайды қалай қарғаған екен, оны әулие деген жоқты халық, қабан деген. Әне, осы бекер еді деп айтшы бірің маған. Тәңірім әрқашан бетіңнен жарылқасын, абай. Аш көзіңді, абай. Өліктер үшін дәрмен болмағанмен, тірілер үшін алысар дәрмен бар. Не қалды ол үшін? Тек атқа мініп сайланып, алысу ғана қалды сенімен. Көпті қорқытып, ығыстыра алмайсың. Мына халық сенің ақылыңсыз-ақ өз күндерін өздері көреді. Айт жерден, сен қыстап отырған жердің аты қалай? Борсақ! Я, солай. Ал бүгінгі ауылың отырған құдықтың аты қалай? Бопой қазған! Бопой қазған! Ендеше сол Бопай атты кемпір бүгін сені өлтіргелі отырған Айдардың әкесін тапқан шешесі емес бет. Жесір кемпір өз қолымен қазбап бет сол құдықты. Ал сен жалған айттың, саған сенбеймін ерден. Әділет тілеймін мен бұл биліктен, өлінің арына, тірінің зарына бола тілеймін. Азаттық тілеймін Ажар мен Айдар басына. Қара күштің зорлығын тілдеп тілеймін. Өзіне қайтар, ер борсақты ел борсаққа. Ей халайық, әділет тіле, әділет. Азаттық тіле Ажар мен Айдар басына. Халық қайтпай биг айтар болар. Мен барды айттым, әмірін өзіңіз айтыңыз, ақсақал. Айтыс бітті, намаз мезгілі. Нефіт Иваныч? Абдрахман, келдің бәбішау. Садақтың оғындай тура Петербордан келдім. Бұл не? Ердендер баяғысын қайта бастады. Айдарға сот жүріп жатыр. Кісі өлтірген бе? Жоқ. Сүйген үшін. Бұр аттарды. Осы меді кең сақырам. Сол баяғы мешеу қалпың. Әкем осында ма? Сонда. Кешіріңіз. Айыпты ма Айдар мен Ажар? Я, күмән жоқ айыпты. Заңда аттағаны рас па олардың? Рас. Бірақ Абайдікі жөн. Заман бір орында тұрмайды. Ит те болса тірі болсын, екеуі. Бастауын тәуір басып едің, кейін тіптен жүгенсіз кеттің. Абай аты шықса болды, тағатын қалмайсың. Жоқ ал, аулақ кет менен.
жарым менің, бағымыз жанды, енді арманым болмасын. Әбіш, құлыным менің, жаным. Шаттық күні келдің ғой, бұл күнді ұмытпаспын. Ақ қанатты шағаладай жеттің бе, жаным? Жүзің қандай сынық еді? Әлде бойың өскен бе? Тоқта! Қайда барасың, Мағыш? Бізді жер етіп кеткен жауға барамысың? Жүрші, үйге қайтайық. Мен Әбішті 3 жыл тостым, Нарымбет аға. 3 жыл. Абай аға. Айыбымды кешіре көр, Абай аға. Сөйлер дәрменім де жоқ. Әлі ақын дейді ау мұны да. Әбіш! Әбішім, Мағыш, қарашы, қандай жарқырайды. Жұлдыздай. Есенсіз бе, Мағыш? Есенсіз бе, Әбдірахман? Жеттің бе әбішім жылғысындай елге? Өзің жүдеусің ғой. Бірақ ендігісі қымыз ғой. Шәріп, қарыздармыз. Мен өз қатемді өзіме кешпеймін, Абай аға. Мен сені кінәламаймын, Шәріп. Жорықтың бәрі бірдей жолды болама. Тек кейгенім жаңағы кәрі ерденнің жалыны мен сеніме сенен артық болған нес. Жалын мен сенім болмаған жерде өлеңді қалай жазбақсың? Ойласаң соны ойла. Билікте жау болып бір сынасып едік. Енді достар болып та бір сынасып көрелік. Байлау сол, осы жарыста озып келгенің бірінші болып жыр айтасың. Ата жүйріктің өзі де жүйрік болсын деп тілелік. Айт қарағым, айт Әбіш. Мен өнердің бәрін артиллерия ғылым жолына бергенмін, әке. Енді бақытты күйеуге, ақынға жол берейік. Мен көрдім кеше өткен ел күйігін, көп кездім зарын тыңдап ер күйігін. Сарғайып батар күнмен бірге батқан, талайды Кеңгірбай би шырылдатқан. Аямай жасыланды ел биігін,
аямай жас ұланды ел биігін. Мен көрдім қатал күннің қабан биін, аштым мен ауыр сырды саққа жиып, жырға жан өзім өріс берген абай, алдында ардақтады сөзгейім. Шәріп! Бұған не болды? Бір ауыз сөз айтпай кетіп қалды ғой. Бүйткенше оның айғай салғаны мақұл еді. Әлі үндемей түйіліп қалғанда ғой. Маған наразымысың, Шәріп? Мен кінәлаймын. Шәріп, сенің жырың атаның аруағын атқан оқпай қашырақ. Кеше мені қорғап, бүгін жиренбексің. Әлде сен кеше де шаппа жалаңды. Қызғанамысың? Қызғанған кісі жақсыны қызғанар. Ал сенің ісің жауыздық. Құртпағың абай ғой. Шәріп! Сұм жетекшіге жетектеккен данышпан соқыр болыпты ол. Шәріп! Сен оны жарға шыққалы жүрсің. Қарғыс атсын. Қарғыс! Hoş geldinizler borsak tuğsanlar. Abay avını sizlerde kuşak jayıp qarşı alar. Vaqtın tassın Көкбай шырағым. Siz мүлде өзгеріп кетіпсіз ғой. Мұғалімдікті қойғансыз ау шамасы Оспанов. Мен губернатордың кеңсесінде істеймін. Университет оқушысына өте келісімсіз нәрсе. Кімнің не оқанын тере беріп қайтеміз. Дұрыс ауылда ауырама, алалтай демал, тереңірек демал. Сонымен маған кет демексіз ғой шамасы. Иә. Сізден басқа жарлықты күткенде жоқ. Иә, тез кетіңіз. Губернатордың бұйрығы солай. Солай екен деп жуық арада еш жаққа кете алмаспын. Тек тойдан кейін болмаса. Едағалары наразы. Ева Правосхаильство соларды қостап отыр. Міне Ева Правосқа дейсіз ба? Мен қарсымын. Мен сөзімді ашық айтып тұрмын. Мен сіздермен үйренісіп болған, бәлки сөздің райы қолайсыз болып, бұл жауап ұнамайтын болса, мейліңіз маған күш жұмсаңыз еріксізде. Ал қазір менің мына практикамды тоқтатпаңыз, сізге анық болды ғой деймін. Бұл не сұмдық? Ертең-ақ сізді сүйретіп әкетер. Одан шошымай-ақ қойыңыз, Оспанов мырза. Ол тозақ от емес қой, ол ертеңгі тойға әзірленген фейерверк. Ау, бәке, не істеп жатырсыз? Ертеңгі ойынды байқайын деп едім. Дәрісінен кішкене азырақ көбірек салып қойдық ау деймін. Қарғашым, қаламқасым, қарғашым, сенің тойыңда жырлар күн қашан, қарғашым. Тыңдаш, қарғашым, тыңдаш. Әр уақытта түнгі шамым, шамшырағым саған қарай, ынтығамын, жарғышамын, өтінемін соған орай. Оңбай кетейін, 100 рет естідім ғой осыны. Абай қамшы жазсаң шонында оңбай барасың ғой, бейшара Көкбай. Қарғашым. Мынау маған жас кезімде әжем берген мұрасы еді Ажар. Қытайдан әкелінген. Махаббатты, сұлулықты сақтайды дейді. Ажар!
anan Abişe gelip beribedi. Atılandır. Peterbor'dan iskek pöşözüm. Bu sağan. Ala koy, ala koy. Men senderge kız жайында bir şaňan aytyp bereyin. Татьянанын sözü. Ol kandayan Zeynep apa? Onu жазган Orustun ulu akını Pöşkin. Pöşkin emes, Puşkin. Ayttım koy men sagan Pöşkin dep. Al audargan Abay. Неге жылайсың, Мағыш? Ол мені сүймейді. Әлі оңаша бір көргем жоқ. Иә, қазақ қызының сезімін дәл тапқан Пөшкинді жеткізе біл. Ай жолы әрі қисық, әрі қысқа жол. Тура жолда өзіңсің. Сен мені жат көрсең де жақсы хабар әкелдім. Өлеңдерің қазанда басылатын болыпты. Мұсылман қаламының үміті сен. Тағдыр жазса сен панисламизмнің жұлдызы боласың. Рахмет саған. Мезгілімен әкеліпсің. Ал абай болса... Абай болса айтқанымды түсінгісі келмейді. Шәріп, анау әңгіме есіңде ме? Ерденнің үйіндегі. Есімде. Елдің көшін өзің басқар. Сендер менен не тілейсіңдер? Айтшы. Тоқтын емейміз.
Бұл не? Сенің құлағың ауру ғой. Дертіңе шипа бол. Тамаша дәрі. Бір тамшы кем болса ем. Бір тамшы артық болса у. Жаныңда жүргені тіпті жақсы. Маған Абайды өлтір демексің бе? Шәріп. Шәріп! Абайдың бір тау шашынан садаға кетіңдер. Ол тобықтының ғана ақын емес, ел сәулет екенін не қоқпайсыңдар сендер. Ел сәулеті. Елге ұлт қаратқан сәулеті емес пе? Мен оның бетін оңдаймын. Екеуміздің отымыз бір жанатын болады. Ayıp gelin, ay gelin, adının basın tak gelin, savuskanlar sak gelin, yumurtkadan ak gelin, kaday vergeli bak gelin. Gelin geldik körünüz, köründüzün berinden, törde oturgan babalar, jası ülgün ağalar. Vasak vakit verselim. Өзі теңді адамнан мырзалығын тастырған, көрген қолы болып, сәлем беріп барлырған, жақсылығын жайылтып, жамандығын қашырған, жақсы кісі атанған. Мардекеңе бір сәлем Үлбін болған дәулетің, әлемді басқан сәулетің, тұтқаным жүрген шағында, таңдап болған нәубеті, ақындық пен ағарды, қараса қауметің. Абай сізге бір Дегендерің болсын, ақын көрімдігі не болар, ажар. Мен саған жарың туралы жырлаймын. Адамның кейбір кездері көңіл далаң басылса, Тәңірінің берген өнері көк бұлттан ашылса, сонда ақын белін буынып, мұң мен зарды қолға алар, кектеніп надан золымға шиыршығата қолғана. Ызалы жүрек долы қол, улы сия ащы тән, не жазып кетсе жайы сол, же көрсеңдер өзің біл. Je көрсең
Рахмет, Абай аға. Айтқаныңыз келсін, Абзал аға. Рахмет. Шәріп! Кәне сен не сыйлайсың? Әлде баяғыңдай ашулы мұсың бәрімізге? Мен ашуда адасқан екем, Абай аға. Ер шекспей, бекіспес деген татуласыңдар. Мен де қиналып ем, Шәріп. Қалсын бәрі. Жамандық бұрын болса енді жоқ, Айдар. Қуанышың қайырлы болсын. Іш. Жұлдыз бұрын аспанда болушы еді, енді суға түскен бе? Мен бұдайды бұдан бұрын Қазан қаласында көрмедім. Ол бұдан әлде қайда биік ұшады. Тақсыреке, қалай болса да жанды ғой, жүру керек енді. Сабыр етіңіз. Құдайым-ай. Жүрейік енді. Асықпаңыз, Тақсыр. Губернатор бұйырды ғой, бөгелместен тез жеткіз деді ғой. Сабыр етіңіз, Тақсыр. Сабырлық ердің сымбаты. Мен мынаны ұстай тұрмыз. Қашанда сізбен бірге жүрсем, әуреден қалай да құтыламаймын осы. Bir roта arestantı jöneltudен дәл бір сізді жөнелту аса қиын болды маған. Бәке, жағыңыз. Тақсыреке, жүрейік енді. Ал менің қоштасу отым осы болды. Бірақ отынан көрі түтіні көбірек болды. Кешіресізден. Дәрісім тым көбірек салып жіберсем керек дегендей. Біздің қымбатты бәкең. Бұдан кейін көрсеміз бе, көріспейміз бе? Кім білсін, мүмкін мен әлде Россия жолдарының қарауыл тақтайларын санап, сонау ит жеккенге кетем бе? Әйелім маған Петербургдан Әбіштен хат жіберген екен, мінекей. Ол хатында былай дейді. Міне,
Мен көрмесемде менен көп сәлем. Ондағы қымбатты бауырларға бұл республика шошмаңыз Оспанов мырза. Ақындар республикасы. Ол келешекте бақыт дәуірінің жері болады. Ал менің бар тілегім сол жер шексіз байтақ елге айналсын. Оныкі дұрыс емес пе? Иә, достарым. Хош болыңдар. Жарық күнде көрсейік. Туылай беріңіз енді Оспанов мырза. Хош болыңыз, Нифонт Иванович. Қадірлі достым. Достарым, жер шалғайлығы үшін жасып қайтеміз. Алысты жақын ететін жүрек барда қайғыратын түкте жоқ. Хош болыңыз. Мәртебелі мырза. Ал енді жүруге болады. Тәңірі жарылқасын, жүрек тұтқын мырза, отырыңыз. Хош болыңыз, Нифонт Иванович. Көріскенше сау болыңыз. Жолыңыз болсын. Нифонт Иванович! Нифонт! Қымызға қызып қалған бісің, Айдар. Оның расы ажар. Тұра алмаймын. Қуанышым, не болды өзіңе? Басым айналып барады. Айдар, жаным, не болды саған? Айдар. Бақытты болыңдар, достарым! Бақытты болыңдар! Абай аға. Мен қасыңдамын, Айдар. Не болды саған, қарағым? Абай аға. Ажар. Дүние неткен тарет. Сыймадым ау бұл жалғанға. Сен бе бұған? Por
Абай аға. Sen әруағымды қорладың. Не демексіңдер? Қалай көнем осы мазаққа? Қашан тыныш отырасың? Нарымбет, енді бізге Айдар жоқ. Айдар өлді. Өлген жан тәңіріне жауап берсін. Ал сен тірінің жауабын бересің. Соттар бұйырды, мен бердім. Қатының емес, қалыңдығың емес. Қайта менің қарындасым қолыма бер. Бер деймін. Рұқсат Мағыш. Бар. Ұмыт мені. Тек қарғама мені. Мендей болып бақыт тілеген саған жан жоқ. Бақыт тілеп қуады екенсің ғой. Мен саған бақыт бере алмаймын, Мағыш. Менің өмірім қысқа. Кеудемді дерт жеген. Мінекей мына жерде. Бар. Екеуміздің арамызда тек өлім ғана. Өлім? Тек өлім бе екеумізді айырар? Әбіш, Әбдірахман, неге жасырдың сен менен? Сүйемісің? Жанымнан артық сүйуші едім. Сүйде тұрып жасырдың ба? Айта алмадым. Әкемді және сені қия алмадым. Мағышым мені. Бар. Қарға мені. Бар. Жоқ. Сүйем сені. Жаңа ғана қаза тапқан Айдардың аруағымен ант етейін. Сүйенішің болам. Сенің дертің менің дертім болар. Науқасың болса, қасыңдамын. Өлсек бірге өлеміз. Қумашы менің қасыңнан. Нарымбет аға. Мағыш ешқайда да бармайды. Ол менің жарым. Өзіңмен достығымыз достық. Кешір енді, Нарымбет бауырым. Бар екен ғой әруақ. Билікті сен ұйымдастырыптың. Бірақ Тәңірім Аллаға тіл тигізгендерге адал билігін айтты. Қарғыс атқыр. Сен қайда тығылсаң да құтылмайсың, Абай. Мен мұндамын. Мен тығылушымем. Бір ауыз сөз айт, Шәке. Рұқсат етші Абай аға. Ең болмаса жөн сілтеші Абай аға. Абай аға. Абай аға. Бір тамшыда қан төгілуші болмасын. Менің әмірім осы. Аңтығы сен ғой ерден. Тілерің сенің қан жоса ғой. Өлім көбейген сайын жерің кеңейді ғой сенің. Ал сендерші. Сендер менен не тілейсіңдер? Мен сені білем, Мырзағұл. Сені де білем, Нұрғали. Сені де білем, Нарымбет. Арқаңда ауыр бейнет, көзіңе көк шыбын үймелеп жүргенін ұмыттың ба? Аштық пен жалаң аштық бар екенін ойламайсыңдар ба? Өз туысың борсаққа неге қол көтересіңдер? Неліктен? Олар да сендердей алданған, қорланған. Не үшін жауығасыңдар?
тілегеніміз үшін бе? Бар ел қазақ атын құрметтейтін болсын дегеніміз үшін бе? Дүние үлкен көл, заман соққан жел, толқын ел нәсібін алып келет. Қайда апарат? Ұлы күндерге, бақытты күндерге апарат. Қазағым, жұртым менің. Жалғыз мен емеспін мұны саған айтып тұрған. Сол бақытты көксеп, мәңгілік өткен ата-бабаң ұлығат тастады. Не айтып кетіп еді? Не дейді олар? Өшірінің қарғыс атқырдың. Тоқтаңдар! Өлтіресіңдер абайды, даланың дарқан данасын! Өлтіріңдер ананы, ат құйрығын алыңдар азғында! Абай! Öldürdü Abay'dı! Abay! Отырамын бұл елде, құлағы керең, көзі көр. Абай аға. Абай аға. Кетейікші бұл жауыздардың ортасынан. Тізгініңді өзіме бер, Абай аға. Айдарыңды жоқтатпаймын, Абай аға. Жоғал, Шәріп, жоғал. Абай аға. Қолың қан ғой, Шәріп. Онда емес. Менің көзіме тура қара. Қара деймін. Осы кеште лағнат болсын саған, мәңгі лағнат. Құдірет барсың ба сен жоқсың бәлде, өргеуде ақын менің қара жерде. Көп топас билік тұтып тұрған қолда, үнімді өшірмекке болды әуре. Даулы қилы заман соқса дүлей, мен ғана ұмтылармын биік көрлей. Құдірет сенің қолың дари алмас, ақынның шамы маздап тұрса сөнбей. Алтын әуез кеудемде күн бірлеген, қанды қылышқа қарға сескенбеген. Құдірет күшің жетсе қиратып ал, от дауыз озық мен ақын деген. Бұл өлең Абай ағама, Айдарға өзіме арналған. Оқышы Көкбай. Оқы. Бұл өлең мәңгілік мұра. Рахмет саған.